Баланы айқайсыз тәрбиелеуге 6 қадам. Алаштың аяулы Абай айтқандай, өмірдің бір қызығы бала деген. Бала Алланың адамға берген үлкен нығметтерінің бірі. Ол ата-ананың жүрегінің, көзінің қуанышы, қиындықтарын ұмыттырушы, ұрпағын жалғастырушы. Бала ең үлкен капитал. Ол сенің соңынан дұға жасайды, үйреткен біліміңді амалына асырып, артыңнан сауабы барып тұруына себепкер болады. Сондықтан болар қасиетті хадис мәтіндерінде әкенің балаға беретін ең үлкен сыйы жақсы тәрбие делінген. Ал бауыр еті баласын айқай-шусыз, қол жұмсаусыз, қорқытусыз тәрбиелеу әрбір ата-ана үшін ең қалаулы да аңсаулы амал. Баласымен патшадай сөйлесетін аналар мен әкелерге қызығып жатуымыздың бір себебі де осы. Ендеше мамандар ұсынған әдістерге бір көз жүгіртейік. Ең бірінші, дер кезінде өзіңе сауал қою. Алысқанды алып ұрған мықты емес. Нағыз мықты, ашуланғанда өзін ұстай білген адам деп Бұхари айтқандай, бала тәрбиесіне де тікелей қатысты осы сөзге көңіл аударайық. Балаға деген ашудың құрамында оның ғана қатысы болмайды. Күйеуімен қарым-қатынас, туыстармен келіспеушіліктер, жеке реніштер, жұмыстағы жағдайлар, денсаулық мәселесі болуы әбден мүмкін. Осыны дер кезінде еске түсіріп, өзіңе менің ашуым баламның бүлдірген ісінің деңгейіне сай ма деген сауалды қоя білген дұрыс дейді мамандар. Жоқ жауабы жиі берілгендіктен адам өзін тоқтатуға тырысады. Екіншіден, жағдайға басқа көзбен қарау. Бір жағдайдың ішінде болғандықтан айғайымызды тоқтата алмаймыз. Осы сәтте сырттан өзіңді елестетіп көру қажет екен. Көзі аларған, бет-әлпеті қорқынышты, дөрекі дауысты, адам үрейленетін ишаралар жасаушы әйел кішкентай, қорғансыз жаратылысқа айғай салып жатыр. Бастығыңыз айғайлағанда қандай сезімде болушы едіңіз? Баланың хәлін, өзіңнің хәліңді ойла. Сонда сен өз әрекетінен ұяласың деген әдісте айтылады. Екінші жағынан осыдан бала жүрегі қатаюы мүмкін. Сабырсыз, ашуланшақ, үлкенге дауыс көтеретін балалар да айқаймен қол көтерумен берілген тәрбиенің жемісі. Үшіншіден, бала аманат. Бала әкенің беліндегі судан жаралды. Ананың құрсағынан шықты. Біздің үйімізде тұрады. Алайда, олар уақытша берілген аманат саналады. Оларды асырау, тәрбиелеу, үйрету ата-анаға артылған жауапкершілік. Ертеде дана елдердің бірі баласының қайтыс болған күйеуіне естірткенде, отағасы, егер біреу келесі біреуге аманат тапсырса, кейін уақыты келгенде қайта алып қойса дұрыс па? Оған наразылық білдіруге бола ма деп сұрақ қояды. Жары, әрине дұрыс, мұндай іске ешбір қарсылық танытылмайды деп жауап берген екен. Сонда әйел, Алла тағала бізге баламызды аманат қылып беріп еді. Бүгін оны өзіне қайта алды дейді. Күйеуі оны еріксіз мойындап, ләм-мим деуге шамасы келмей қалады. Төртіншіден, айқай естіген бала ата-анасын айғайлайды. Біз қартайғанда жанымызда болатын қамқоршыларымызды тәрбиелеп жатқанымызды есімізден шығармауымыз керек. Егер сен балаңа дауыс көтерсең, өскенде олар да саған дауыс көтереді. Бұл бұлжымайтын заңдылық. Олар әуелі ойыншықтарына айғайлайды, кейін ашуын бауырларына, жолдастарына көрсетеді, соңында ата-ананың алдынан шығады. Адамның табиғаты сондай. Ол өзіне қандай қарым-қатынас жасалса, соны қайтарады. Өзіне жақсылық көрсеткенге ешқашан жамандық жасай алмайды. Бұл ата-ана мен балаға да қатысты. Сөзсіз ата-анасын қарттар үйіне өткізген перзенттердің тәрбиесінде бір кемістік болған. Мына бір тамаша оқиға балаға дауыс көтеруді емес, оны сыйлықпен тәрбиелеуді үйретеді. Ертеде мұсылмандардың билеушісі болған Мұғауия өз баласы Язидке ашуланып, онымен сөйлеспей тастап қояды. Сонда ғұлама Ахнаф ибн Қайс оған: "Уа мұсылмандардың әміршісі, шын мәнінде олар біздің ұрпағымыз, жүрегіміздің жемісі. Біз олардың сүйенішіміз, біз оларға көлеңке болатын аспанбыз, олар үшін жүретін жерміз. Егер олар ашуланса, риза ет. Бір нәрсе талап етсе, бер. Оларға ауыр болма. Олар сенен шаршап, өліміңді күтпесін" деп айтады. Сонда Мұғауия: "Сен қандай көркем сөздер айттың" деді де, ұлы Язидке сәлем жолдап, 100 000 дирхем ақша, 100 киім сыйға тартады. Ұлы Язид те ақылды еді.
Мұғауияның жанында Ахнаф ибн Қайстың болғанын біліп, жақсылыққа себеп болған үшін 50.000 дирхем 50 киімді сыйға жібереді. Бұл ілгері буын ізгілерінің өмірінен келтірілген көркем мысал. 6-шысы, ата-ана өзінің ішкі дүниесін реттеуі тиіс. Адамның сыртқы амалы ішкі дүниесінің айнасы. Егер оның жүрегі иманға бай, сабырмен қапталған болса, ол кез келген жағдайда өзін ұстай біледі. Өзіне жақсы қарайтын, ішкі дүниесі тыныш ана дәл сондай қалыпты балаларға да қалайды. Сол себепті ата-ана рухани халін жақсартумен айналысып, демалысқа, дұрыс ұйқыға, өзіне күтімге уақыт табуы тиіс. Біз баласымен мақтанғысы келетін, оның жетістіктерінен, өзінің бүкіл ғұмырының нәтижесін көріп, сүйсінгісі келетін халықпыз. Сен 50-60-қа келгенде 20-30-дағы балаң парасатты, салихалы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, көркем тұлға болғанын қаласаң, бүгін олардың бойына не егіп жатқаныңа бір қарап қойғаның абзал. Құрметті тыңдарман, бүгінгі ақпарат сіз үшін пайдалы болса, каналға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.